Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Тока Лайф арнасы. Бізде видео актриса қыз 8-ші серия. Менде видео көп шықпай кетті, себебі наурыз болды. Енді мен тезірек күнде видео шығарып тұрамын деп ойлаймын. Және де бізде актив болмай кетті. Менің подписчиктерім аз, вообще, көтерілмей кетті, актив болмай кетті. Давайте тезірек прям көбейту жіберейік, және де лайк басып комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз бастаймыз. Вроде болды. Я, менің ойымша тоже солай. Кеттік онда кассаға. Аха. Достар, арттағы достарға мән бермеңіздер. Бізде тағы да вроде бы білмеймін не болып жатқанын. Бір дауыстар шығып жатыр жаман. Сондықтан да оған көңіл аудармаңыздар. Мен төлейін. Не? Жоқ, менде ақша бар. Керек емес. Мен өзім жарайды. Жақсы, рахмет. Все, болды, кеттік. Аха. Қорапты алайын. Мәссаған, қорап ауыр. Көмек керек па? Жоқ, өзім апарамын. Кеттік. Аха. Болды. Мында ғой. Аха. Рахмет. Мен шаршап кеттім, еще кеш болып кетті. Давай, ертең азанда заттарымды орналастырамыз. Жақсы, мен де шаршап кеттім. Көріскенше. Пап, мен келдім. Ару, сәлем. Документтеріңді алдың ба? Иә, алдым. Тамақ ішесің бе? Жоқ, мен кафеден тамақ ішіп алғанмын. Және де мен кетемін. Өз жерімде отырғым келеді. Түсінікті, онда мен өзім ішіп аламын. Ас болсын, папа. Рахмет. Кім? Азан мен келген. Ой, привет. Мен ұмытып кетіппін сен келетініңді. Ештеңе етпейді. Сен жаңа ғана тұрдың ба? Иә, кешір осындай түрге. Может, жәрмеңкеге барармыз? Ол бүгін өтеді. Ол жақта тәтті тағамдар бар. Может, сол жақтан таңғы ас ішеміз. Давай, бірақ мен ең алдымен суға түсіп алу керекпін. Және киіну. Жақсы, онда мен жұмыстарымен шығып келейін. 1-2 сағатта кеп қалам. Жақсы, онда пока. Көріскенше. Енді душқа, бірінші алдымен душқа түсіп алайын. Так, және болды. Так, болды. Оның керуіне 20 минут қалды. Сондықтан маска істей тұрайын. Және маска. Кішкене күте тұрайын. Маскамды істеп болдым. Енді бетімді алдымен дұрыстап тұрып жуып алайын. Енді маған әдемі киіну керек. Мына жақтың бәрі шашылып кетіпті ғой. Мына көйлегімді киейін. Привет, кешір, мен қолым босамады. Енді неге барамыз ба, жәрмеңкеге? Аха, және де көше аралайық. Жақсы. Мәссаған, жәрмеңке үлкен екен. Мұнда кеттік. Ол жақта, яғни арттың тағамдары бар. Көрейік. Қызық. Кеттік көрейік. Сен мұндай сорпаны ішіп көрдің бе? Жоқ, бұл қандай ұлттық тағам? Бұл сорпа өте дәмді сорпа. Можно 2 сорпа? Конечно, алыңыз міне. Аха, міне. Ой.
Рахмет. Тағы келіп тұрыңыздар. Кеттік. Мына жаққа отырайық. Аха. Бұл сорпа неме сонда? Вроде перецпен және көкөністер и окорочка, қателеспесем. Көрейін жеп. Дәмді. Ой, ашы. Су керек маған. Ну, жарайды, өзім алам қазір. Тезірек. Уф. Ну, не, күшті ме? Я, өте. Рахмет саған. Мен уақыт өткізіп жатқанына. Я, оқасы жоқ. Жарайды, үйге кеттік. Бізге заттарды орналастыруымыз керек. Я, точно кеттік. Так, вроде заттарымның бәрі болған сияқты. Ару, сен заттарыңды жинадың ба? Вроде бәрін алдым. Жақсы, Вейлем Бекер уже келді. Жүр, сені апарамын. Пап, мен сізді сағынатын боламын. Мен де Ару, мен сенемін, сенің қолыңнан бәрі келеді. Рахмет, пап, пока. Мен түсінемін, сіздер ұзақ көріспейсіздер. Но біз қазір кешігеміз самолетке. Ой, кешіріңіз. Жарайды, пап, пока, Ару. Кеттік. Мына жаққа вроде біреулер көшіп келетін сияқты ғой, Я, вроде сенің жаңа көршілерің келетін сияқты. Жарайды, кеттік, ол бізге маңызды емес. Я. Міне, сен үйің, кір. Аха. Квартира өте үлкен емес. Мына жақта, бірақ кухня, ванна, спальня бар. Мен бәрін төлеп қойдым. Если проблемалар болса, хабарлас. Жақсы, рахмет. Так, айтпақшы, есіктің алдында коробкалар бар. Біз саған заказ бердік. Сен соған керек емес заттарыңды сала бер. Жақсы, сау бол. Мен саған съемкаға келетін кезде хабарласамын. Жақсы, сау болыңыз. Сау бол. Так, кухня. Вроде кухня нормально. Туалет, бірақ туалетте раковина жоқ екен. Жарайды, зато кухняда бар. Так, спальня қатты үлкен емес. Бірақ болады, квартира жаман емес. Тем более олар өздері төлеп берді. Және мен бұл жақта өмір бойы болмаймын. Негізі күшті. Мен ешқандай заттарды лақтырмаймын. Так, жарайды, мыналардың бәрін орналастырып тастайын. Так, не істесем болады екен? Может, қыдырып қайтамын или демалайын ба? Так, ертең бізде если съемка болып қалса, онда мен ол съемкаға шаршап келетін болсам, онда вроде бы болмайды. Сондықтан да маған жатып демалу керек. Зато ертең съемкаға нормально барамын. Және әкеме де хабарласып қою керекпін жеткенімді айтып. Мен жаңа телефон сатып алғым келіп тұр. Бірақ ертең сатып алармын. Жақсы, мен ұйықтап алайын кішкене. То жолдан шаршап кеттім жаман. Достар, осымен менің видеом аяқталды. Сіздерге ұнатса лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаймыз. Ал ендеше сау болыңыздар. Если 9-шы серия тезірек шықсын десеңіздер, онда комментарияға обязательно жазып кетіңіздер. Осы 10-шы сериямен бітіргім келіп отыр, бірақ сіздерге 2-ші сезон шықсын десеңіздер, онда мен обязательно оны шығарамын. Ал ендеше сау болыңыздар. Тезірек подписчик жинап берейік, пожалуйста. Және лайк және комментария.